Достар, қайырлы күн. Бүгін бізде 210 автокөліктің электронды кілтін туралы айта кетеміз. Бұл бізде міне екі кілт. Қараңдар. Сырт жағынан өзгеріс байқап тұрсыңдар ма? Байқағандарыңыз болсаң, көрсетейін. Қараңдар. Бұл 210-ның автокөліктің кілті. Бұл міне қымбат Пандора орнатқанның түрі міне. Көліктің электронды кілт қабылдағышы жасамай қалады. Не? Жаңа сигнализация қойғаннан кейін. Пандора. 300 мың қаламыз ғой біздер. Қызығып. Телефонмен қыздырып, таңертең. Шығып қыздыру үшін соны ерініп, 300 мыңға ерінбей Пандора саламыз. Пандора сигнализация маңда міне колхозы қылады. Самот. Бұл кілт жасамай қалған, бұрамай қалған, сигнализацияды жасамай қалған. Сондықтан жаңа кілт қабылдағыш және кілт орнатқан болатынбыз міне. Сондықтан бұл бейнені неге көрсетіп жатырмын? Араңызда егер сигнализация салатын болып жатсаңдар, 7 кезек ойланып, 1 кезек шешім қабылдан. Бұл сигнализация бір ай болған жоқ қондырғанына. Замокпен кетіп қалған синхронизация. Замок ішіндегі екі мат процессордың біреуін өлтіріп тастаған, үлкен 12 вольт дұрыс пайкіленбей. Замок сен шыққан. Сондықтан сигнализация жасасаңыз, 210 Мерседеске, жалпы Мерседеске штатты емес сигнализация салуға болмайды. Өзінің кілті бар ғой, қыздыратын. Осыдан басқа артық сигнализация салмаған жақсы. Осындай болып келеді. Достар, міне жаңағы Мерседесімізді кілтімізді жөндедік. Дәл осындай кілт. Пандорада міне мынандай қойып қояды. Мен жаңа тесіктерді көрдім ғой. Көрдіңіз ғой? Міне стартерге рұқсат бермей тұр. Қазір Пандораны шешіп, алып тастап, машинаны қыздыратын боламыз. Замок ашып жауып тұр міне. Щиток бәрі жанды.